Маңғыстау облысы республиканы асыраушы өңірлердің бірі деп едім ғой. Келер жылы бұл мәртебесінен айырылады екен. Ал Атырау облысы негізгі донор аймақтардың бірі болып қала бермек. Мемлекеттік кірістер комитетінің есебіне сүйенсек, былтыр 11,4 триллион теңге қазынаға түскен. Соның 1,5 триллион теңгесі Атырау облысынан. Биыл республикалық бюджетті қаржыландырушы аймақтардың ішінде де Атырау бірінші орында. Облыстарға ортақ қазанның жартысына жуығын 45%-ын осы өңір толтырған. 220 миллиард теңге салған. Келер жылы да тұтас елді асыраушы осы негізгі 3 аймақ. Алматы, Астана, Атырау облысы болайын деп тұр. Атырау облысы 170 миллиард теңгеден астам қаржы қазынаға құяды. Ұлттық қорда осы мұнайлы өлкенің арқасында толтырылып жатыр. Өзін-өзі асырап отырғанда осы 3 аймақ қана. Қалған облыстар мемлекеттің дотациясында. Өңірлер бойынша ең жоғары орташа жалақыда Атырау облысында 477 900 теңге. Осы сандарға қарап, Атырау облысын ең бай деп атаймыз. Бірақ есеп бойынша ауқатты болғанымен әлеуметтік көрсеткіштер мәз емес. Атырау облысына сапарында президент осы өңірде өкпе және жүрек қан тамырлары ауруларына шалдыққан науқастардың саны көбейіп жатқанына тоқталды. Атырауда емхана ғимараттары жетіспейді, ауыз су тапшы, жол нашар. Яғни ең бай облыстың өзге өңірлерден өзгешелігі шамалы, бәріне тән проблемалар. Ал Астананың 20 жылдығына өңірлер сыйлық сыйлағанда, Атырау облысы 6 миллиард теңгеге көпір салып бергені еске түсе береді. Асима Нұрбайқызы Атырау облысының негізгі түйткілдеріне тоқталсын. Бұл Астанаға Атыраудың тартуы Бекіре бейнесіндегі көпір. Көз тартар көрікті. Ал сый жасаған қаладағы көпір көрінісін көріңіз. Бұл жалғыз кәде емес. Түлеген Түркістанды да қуантып тастаған еді. Ұлы дала елі орталығын салып берді. Бірақ Жомарт қала өзіне келгенде тым қарапайым. Атыраудағы концерт залының құрылысы 10 жылдан бері бітпей тұр. Мәдени нысан түгілі медициналық мекемелерінің де халі мүшкіл. Құлаудың алдында тұрған үйлер көп. 500-ге жоқ баспана апатты танылған. Бірақ паналайтын жері жоқ жұрт амалсыз тұрып жатыр. Қоңырқай тұрмысынан бөлек қолқаны қабатын ауасы да ауру тудырып отыр. Қала ішінде мынадай қалың түтіннің будақтауы Атырау үшін қалыпты, бірақ қауіпті. Мұнайлы өлке тұрғындарын мұңайтатын да сол, қаланы осындай ірі кәсіпорындар қоршап тұр. Экономикасы қаншалықты қуатты болса, экологиясы да соншалықты уытты. Түтінге тұншыққан қала тынысты бітейтін ірі кәсіпорындар ғана емес, қоқыс полигоны да қоқырсып жатыр. Өкпе өшіп, жүрек қабынып, ана мен бала өлімі көбейген.